Сәлем қыздар, бүгін сіздерге біздің отбасының сүйікті тағамдарының бірі лазанья рецебін ұсынғым келеді. Құрамында тартылған ет және қамыры бар, өте тойымды, ерекше дәмі бар, өте сүйкімді тағам. Бізге 2 соус жасау қажет. Болонезе соусын барлығыңыз білетін боларсыздар. Менің каналымда толық рецебі бар. Пияз бен сәбізді қуырып аламыз. Сарымсақ, тұз, бұрыш, паприка, томат пастасы, тартылған ет және қызанақты ұсақтап турап қосамыз. Ал бешамель соусына 750 мл сүт қажет болады. 80 грамм сары майды темір ыдысқа ерітеміз. Май толық еріп болған соң 4 ас қасық ұн салып араластырамыз. Газды баяу отқа қойып пісіреміз. Осылайша ұнның түйіршіктерін қалдырмай жақсылап араластырамыз. Содан кейін бөлме температурасындағы сүтімізді біртіндеп құя бастаймыз. Соусты араластырып тұрамыз. Оттың астын сәл көтереміз, яғни орташа отқа қоямыз. Сүттің бәрін құйып бітіреміз. Енді соусты жайлап араластырып тұрып, газды тағы да қосамыз, яғни орташадан жоғары отта пісіре бастаймыз. 3-4 минуттан кейін ұнымыз түбіне жабыса бастайды, яғни қоюлана бастайды. Сол үшін әрдайым араластырып тұрыңыздар. Тағы да 3-4 минут қайнатамыз. Осындай қаймақ сияқты консистенцияға жетуі қажет. Осы кезде отты сөндіреміз. Соусымыз дайын болды. Енді сәл салқындатып алуымыз қажет. Ол үшін бетін ашып қоямыз. Бірақ арасында араластырып тұрыңыздар, бетіне қаймақ қатып қалмау үшін. Енді қамырымызды жайып дайындауымыз қажет. Еттің қамыры сияқты жұмыртқа қосылғаннан осылайша кесіп дайындап қоямыз. Мен бірден духовканың табасына жасадым, ал сіздерде арнайы үлкен ыдыстарыңыз болса, соған жасасаңыздар болады. Ең бірінші болонезе соусынан бастаймыз. Ыдысымыздың түбіне осылайша жағамыз. Оның үстіне қамырға бешамель соусын жағамыз. Осылайша кезекпен кезек қамырдың үстіне соустарды жағып шығамыз, қамыр біткенше. Ең соңғы болонезе соусын жағып жатырмын осы жерде. Қамырым өте аз қалды. Осының үстіне қалған қамырды салып, және ең соңынан бешамель соусын жағамыз. Соңғы болонезе қабатын жағып болғаннан кейін оның үстіне үккіштен өткізілген ірімшікті сеуіп шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, қамырым өте аз қалды, бірақ ең бастысы үстіне бешамель соусын
жағамыз. Және жан-жағын шетіне бәріне жеткізіп, өте мұқият барлық жерге жеткізіп жағуымыз керек. Пеште 180-190 градуста 30-35 минутта піседі. Беті осылайша сәл-пәл қызарып піседі. Жасап көріңіздер, дәмі өте керемет, ортасы жұп-жұмсақ, өте дәмді болып пісті. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше.